Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы студенттік универсиада деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. Салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін ажырата білу. Оқушылар, еліміз тәуелсіздігін алғалы бері қандай ірі жобалардың куәсі болды? Тәуелсіз Қазақстанның қандай жетістіктерін білесіздер? Өткенге ой жүгіртіп көрейікші. Қазақстанның жетістіктерінің бірі Еуразиялық экономикалық интеграция саласындағы бастамалары. Аймақтық экономикалық және саяси көшбасшылығы. Бүгінде Қазақстан үкіметаралық бірлестіктердің жетекші халықаралық ұйымдарының мүшесі. Тәуелсіз жылдарында Қазақстан әлемнің 180 елімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатып келеді. Қазақстан спорт жағынан ең мықты 30 мемлекеттің қатарына кіреді. Елде белсенді салауатты өмір салты мен бұқаралық спортты насихаттау үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Сондықтан болар мемлекет спортқа үлкен қолдау білдіріп отырғаны. Елімізде айтулы спорттық ойындар ұйымдастырылып келеді. Солардың бірі де бірегейі. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. Әлемдік деңгейде Экспо 17 көрмесі ұйымдастырылған болатын. 2017 жылы 28-ші қысқы дүниежүзілік студенттік универсиада өтті. Оқушылар, мәтінді менімен бірге ілесе оқи отырып, сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Универсиада дүниежүзілік студенттік спорттық ойындары. Универсиада халықаралық университеттік спорт федерациясының ұйымдастыруымен студенттер арасында өтетін халықаралық жарыс. Бұл дүбірлі доданы бүкіл әлемдік студент ойындары деп те атайды. Мыңдаған талантты жастардың басын қосатын бұл ойындар 2 жылда бір рет болып тұрады. Яғни бір жылы қысқы спорт түрлерінен өтсе, келесі жылы жазғы ойындар ойналады. 1923 жылы студенттердің халықаралық конференциясында қабылданған. 1945 жылы универсиада бүкіл әлемдік жастар демократиялық федерациясымен қайта жалғасын таба бастады. Спорт тарихында тұңғыш рет қысқы универсиаданың тұсауы 1960 жылы Францияның Шамоны қаласында тұсауы кесілген болатын. Бұл додаға студенттер, аспиранттар және жоғары оқу орнының түлектері қатысады. Жарысқа қатысушылардың жастары 17-ден 28 жасқа дейін. 28-ші қысқы универсиада 2017 жылы елімізде Алматы қаласында қаңтар, ақпан айларында өтті. Айтулы додада жастарымыз спорттың 12 түрі бойынша бақтарын сынады. Оқушылар, естеріңізде ме, өткен сабағымызда құрмалас сөйлем, құрмалас сөйлемнің түрлері туралы қарастырған болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолын бірге меңгеретін боламыз. Салалас құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдері 2 жолмен салаласа байланысады. Бірінші жолы мағыналарының жақындығына қарай іргелес тұрып, интонация арқылы байланысады. Мысалы, тәуелсіздік алғалы көп нәрсеге қол жеткіздік. Тіліміз де, дәстүріміз де қайта оралды. Екінші, салалас құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдері өзара жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысалы, бас қалада өткен көрмеге барғым келіп еді. Бірақ оған мүмкіндік болмады.
Оқушылар, осы жерде өткен сыныптарда алған білімімізді есімізге бір түсіріп өтейікші. Жалғаулық шылаудың түрлерін қайталап өтейін. Да, де, та, те және әрі. Ыңғайлас мәнді жалғаулық шылау. Бірақ, алайда, дегенмен, сонда да. Қарсылық мәнді жалғаулық шылаулар. Себебі, өйткені, сондықтан, неге десеңіз, сол себепті. Себеп салдар мәнді жалғаулық шылау. Бірде, біресе, кейде. Кезектес мәнді жалғаулық шылау. Я, яки, я болмаса, не, немесе. Талғау мәнді жалғаулық шылаулар. Осы аталған жалғаулық шылаулар оқушылар салалас құрмалас сөйлемнің екінші, яғни құрамындағы жай сөйлемдері осы жалғаулық шылаулар арқылы байланысатынын есімізде ұстағанымыз абзал. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Сау болыңыздар.